Арыстан мен түлкі. Арыстан қартайды. Аңдарды бұрынғысыдай аулай алмайтын болды. Енді аңдарды айламен аулағысы келді. Өзі үңгірде жатты да: «Аурумын, жүруге әлім жоқ», деп барлық аңдарға хабар таратты. Аңдар бір-бірлеп арыстанның халін білуге келеді. Арыстан аңдардың біреуін де қайтармайды. Бәрі де арыстанға жем болды. Бір күні түлкі келді. Ол үңгірден алысырақ тұрды да: «Халіңіз қалай, тақсыр?» деп көңілін сұрады. «Халім нашар. Неге жақынырақ келмейсің? Берірек кел, түлкіжан. Бір азырақ сөйлесейік», деді арыстан. Сонда түлкі: «Мен саған жақын барар едім-ау. Бірақ саған кірген із бар да, шыққан із жоқ», деп жүріп кетіп қалыпты.